Hola. Таланттағы отелімізге румту. Қараңыздар, бірінші осылай кірген жерде спальный. Міне осылай. Қатты екен. Мына жақта телевизор, мына жақта осындай мини-бар бар. Өте күшті жасап қойған бәрін. И мына жақта душ. Боя. Мына жақта уборная, бұл жақта шкаф. Ішінде халат бар сияқты. Киімдерімізді салып қоямыз. Мына жерге сейфқа ақшаларымызды салып қоямыз де. Ең күштісі мына отельде не екенін білесіздер ма? Бір, екі, осындай шикарный вид. Таңертең мына жерде отырып алып, кофе ішіп, қарап, видео түсіреміз. Таң, мен вообще шетелге бірінші рет шығуым. Маған Қырғызстанға шықтық қой. барлық тайстер саған не деп жатыр? Красивая дейді, beautiful дейді. Вообще самооценкам көтеріп. Good morning. Біз деген таңғы сағат 7-де завтракқа тұрдық. И біздің отельдің астындағы видті қараңыздар, мына жақта бассейн. Келіп бассейнге жүреміз. Негізі тауықтан да бұрын тұрып алдық па? Сонда кісі мен тауықтан ерте оятып алды. Сағат 7 бәрі ұйықтап жатыр. Вот, біздің отель осындай жерде орналасқан. Менің образым бүгінгі look of the day. Осындай болып тұр. Құрметті достар, мен негізі Таиландта екінші ретін баяғыда бір бойдақ кезінде келгенім бар. И Таиланд өзіме жаныма жақын, арзан и бар жерді білем да, жаныма жақыны. Вьетнамда жақсы, көп сұрайды, Вьетнам жақсы ма деп. Білмеймін. Таиландқа келіңіздер. Просто біз не сезонда келіп қалдық андай жаңбырлы, бірақ күшті жаңбыр болған. Өйстіп, шлепкін алып жүресің. Алло, Тоқаев. Ал барлықтарыңызға қайырлы таң достар. Шырайлы Таиландтан, Пхукеттен жалынды сәлем. Мынау біздің отель. Қараңыздар, вид өте керемет. Егер де Таиландқа пландасаңыздар, ауызбен емес, лучше келген дұрыс. Арзан, бюджетный вариант. И бассейнмен қоса, мына жақта осындай дайындап қояды екен сүлгілерді. Қараңыздаршы. Ой, бір күнде завтрак ішіп жүрген адам құсап. Ол да адам ғой. Сен жаңа сонда аягөзге айтқанымызды маған айтып келдің ма тағы? Типа не болып берші? Жоқ, сен ғой өзің, мен саған айттым ғой. Егер де Бекзат, досыңыздың ара қатынасы бір қыл үстінде тұр. Не дейсіз? Кімдікі дұрыс? Досыңыздың дейсіз ба? Кімдікі дұрыс, мынанікі бұрыс дей алмаймын, бірақ әлешерді кішкене түймедей түйедей қылу. Кішкентінесіне үлкен қылып айтып отыр ғой енді. Әрбірде екеуі бірге болады, күнде бірге болады. Просто біздікі міндет, яғни осы жерде ғана қате кетті деп айтуымыз. Әйтпесе мынанікі дұрыс деп, мынанікі бұрыс деп айтамын. Әлешердікі кішігірім ашуланып, қызбалық деп айта аламын. Аягөз жалығып кетті деген пікірге қалай қарайсыз? Ол өтірік. Бір-бірінен жалып қойды ол кісі. Жақсы көре ма? Әлешер жалықтыратындай жігіт деп ойламаймын. Ғалымжан, сіздің қызыңыз осы басқа бір ер азаматқа барып шашын ұстап, немесе әдемісің деп сөйтіп жатса? Басқа дегенде мысалға, Әлішермен кімнің аягөздің темасы болды ғой. Изначально негізі Әлішер осындай ситуация болмау үшін изначально айту керек еді. Вообще араласпа деп айту керек. Сол кезде осындай нәрсе болмайтын еді. Ал негізі білмеймін енді, случайно может шашын торлағысы келіп жүрген шығар. Мен түсінбеймін, араларын көрген жоқпын. Так что мен ештеңе айта алмаймын бұл жерде. Ал дәл осы қалыптарыңызды көрген күшті екен сіздерді. Қанша күн бойы көрермен уайымдап, жазып, сұрап жүрген жолымыз бүгін дұрыс түсінбей қалмасын ғой. Қызғанғаннан кейін айтылу керек, есту керек. Бір нәрсе айтайын ба? Сәл жазылып қалғансың ғой. Менің емім осы екен ғой. Я енді барлығы дұрыс түсінбей алып қалып жатыр ғой. Біз бір-бірімізді қатты жақсы көреміз, ондай ұрыс барлығында болады деп ойлаймын. Түсіндіріңіз. Қатты жақсы көреді, сен болмадың ба? Жаңағы артынан сен іздеп отыршы. Настроением жоқ болады. мен соны бағана айтпадыңыз ба? Айтайын дегенім соны. Бұл да ұнататын сияқты. Аягөз Бәрі де кетіп қалсақ. Тағын отыр сен действительно. Әлішер қасыңыздан шығармай, құшақтап, сөйтіп жүріңіз. Болды. Печат қоямыз шекесіне. Иә, сөйтіп айтыңызшы. Скотчтап қойшы мынаны. Айтып қойыңызшы сөйтіп. Бір сияқты жүреді екенсіз. Жанбек, осындай бір іштегі үштіктердің арқасында
Минута осталось, минута. біздің үміткерлер ренжіп қайтып бара жатыр да. Не деп ойлайсыз? болмайды түштік деген нәрсе. Әсіресе үміткерлер бар қатысушылар керек емес, дұрыс емес деймін. Біз үміткер күтіп отырмыз, мұқтажбыз сол нәрсеге. Ол дұрыс емес деп ойлаймын мен өз басым. Сол ақылыңызды айтып сөйтіп жүрмейсіз ба? Айту керек сияқты енді ағамыз айтамыз. Бірақ біреуге аға болғанда қорқып жатырмыз. Әрқалай ғой енді. Бірақ дұрыс емес нәрсе. Алғашқы үміткер қалай сезіміңіз, қалай? Біраз бір сынап алдық, бірақ басында сұрақ астында қалдырдық, бірақ бәрі оңынан шешіліп, енді біз үміткер қабылдап отырмыз, иә, өте қуаныштымын. Алла бұйыртса бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Қазір Айнұрға пранк істейміз. Машинасында жоқ қойып кетіпті. Болатын снять етіп Айнұрға машинаның нөмірін шешіп кетіпті. Айнұр өлә демейміз ба? Айнұр кешір мені. Мында қалып кеттік. Еще үстімізде майкамен шыққанбыз ғой. Ештебенде тамақ ішетін жер таппай жүрміз таланттан. Мына жақта көбісі халал емес. Халал жер табу керек. Мапет алып алдық. Халалдан бұрын дұрыс тамақтау болу керек. Мапет алып алдық та бүткіл талантты жаңбырдың астында. Аликоның берген соткасын ұмытып кетіппін ғой неде. Ақтауда тастап кетіппін ғой. 2 сотка үйреніп қалғанмын ғана тастап кеткенмін, қалып кеткен ғой. Шаршап жатырмын. Неше күннен бергі ұйқы жоқ. Қазір түнде еще жол жүремін кері қайтып. Тілейтінім бар ғой, самолетта қасымда ешкім отырмаса екен, үш орында пустой болса екен. Арқайын аяқты созып баратынмын. Ассалаумағалейкум, баршаңызға қайырлы күн, қалайсыздар? Соңғы күндері салып жатқан рилстарыма белсенділік танытып, менің шын қуанғанымды көріп, сіздер вообще еселеп қуанып жатқандарыңызды көріп, риза болып қалдым. Баршаңызға Алла разы болсын, қолдауларыңызға, демеп жатқандарыңызға, мен үшін қуанғандарыңызға көп рахмет. Және соңғы күндері негізі шынымен мен біртүрлі болып жүргем, кішкене настроением болмай, денсаулығыма да қатысты болды. Оның үстіне бір заттарымды жоғалтып алып, сонда көңіл күйім болмай жүрген, оказывается, артынан Аллах тағала көптеген жақсылықтар дайындап қойған екен. Кішкене сабырмен, шүкірмен қабылдасақ болған екен, оказывается, ситуацияны. Солай бір қоя берші енді, дүние ғой, Аллах тағала артынан маған көп жақсылық күтіп тұрған шығар, берейін деп тұрған шығар деп ниеттенген едім. Ниетіме сай прям күшті, қуанышты күндер болып кетті. Еще демалыс күндері біз тағы да бір жаққа бардық. Өте ерекше демалыс болды мен үшін. Оны да қазір сіздерге бөлісіп салатын боламын. Бүгін менде нелер жұмыстарым көп ше, бәріне үлгеруім керек болып тұр. Именно бүгін Алла қаласа уақыт тауып сіздерге салып отыруға тырысамын. Ата қолдауларыңызға көп рахмет.